Айдананың қуыршағы 6 бөлім. Сіздер менің баламды көрмедіңіздер ме? Деді қуыршақ. Қандай бала? Деген қыз төсегінен тұрып, жарықты жақпастан қуыршағының қасына барды. Сіздің балаңыз бар ма? Я, менің балам бар. Оны сіздер сияқты көп адам алып кетті. Қалай? Қашан алып кетті? Ол да сіз сияқты жағаға шыққан ба? Оны қара түсті киім киген адам алып кетті. Өзі су астын тіміскілей сүзіп келе жатты. Сол сәт аңқау балам оны байқамай алдынан шыға келді де, ана кісі дәл менің баламды іздеп келе жатқандай бас салды. Айдана шыдай алмай кетті. Адамдар су астынан тұншығып қалады. Сіздің балаңызды адам алмаған шығар? Деп сұраулы жүзбен қарады. Адам деймін, өзі саған аумайды. Дәл сенікіндей басы, қолы, аяғы бар. Айдана қуыршағын ренжітіп алармын деп сөз таластырмады. Сіздің балаңызды қалай алып кеткенін айтыңызшы. Егер ол асап қойса, ол адам емес акула, деді бір кездері өзінің су асты әлемі туралы көрген мультфильмін еске түсіріп. Мен акуланы танимын. Ол бізге тиіспейді. Ал менің ұлымды алып кеткен дәл сен сияқты адам. Ұлым алып болатын. Әлгі адам тап бергенде жалт бұрылды да созған қолын тістеп алды. Қолын жібермеген күйі олай-бұлай жұлқылап қорқытқысы келді. Қорқытамын деп жүріп қатты тістеді ме, әлде ұлымның түрінен қорқып жүрегі жарылып кетті ме? Қара түсті адам солқ түсіп салбырап қалды. Таста, қаш деп қанша қышқыра айғайласам да, балам тыңдамады. Құтырып кеткенде арпалысты. Мен көмекке жүгіргенде жоғарыдан бір ұзын бірдеңе әлгі салбыраған адамды балама қосып тез тартып кетті. Соңынан қалмадым. Су бетінде табақтай бірдеңе тұрды. Сол табақтай зат ішіне адамдар толып кіріп алыпты. Балам тістеп алған адамның ес-түссіз екенін көріп абыр-дабыр болды. Айғайласты. Бір уақытта табақтай зат жылдам заулап жүріп кетті. Дауысының жаманын-ай. Ойбайлап жылап барады. Өздеріне тиіссе жаман өкіреді екен. Ал менің көз жасым мен баламды құтқарғым келіп, жан ұшыра жанталасқанымды сезбеді де. Соңынан қанша қусам да жеткізбеді. Балам сол кеткеннен мол кетті, оралмады. Мүмкін өз баласын тістеп алғанын білген соң, оны адамдар өлтіріп тастады ма, кім білген? Деп көзіне жас алды қуыршақ. Судан шығып кетсе, онда адамдар болды, деген Айдана мұңайып қалды. Я, адамдар. Мен адамдарды әбден танып алдым. Олар тек су бетінде емес, су астында да жүреді, деді қуыршақ. Қуыршақтың сөзінің жаны бардай көрінді. Талай рет адамдардың су астынан бірдеңе іздеп жүрген теледидар көрсетті емес пе? Деп ойлады Айдана. Баламды іздеп көп жүздім. Ақыры су бетіне көтерілдім. Сол кезде толқын мені жағаға итеріп шығарып тастады. Жағадан баламды алып кеткен көп адамды көргенде қорқып кеттім. Толқында қайта соқпады. Мен өздігімнен суға жете алмадым. Құмды қазып жасырына тұрғым келді. Бірақ сен мені ұстап алдың, деп Айданаға тесіле қарады.
Кешірші Қошақан, мен әдейі істемедім. Сенің қайта суға түскің келетінін білгенде, сол кезде ақ суға жіберетін едім. Неге сол кезде айтпадың? Мен сенен қорықтым. Қалай айтамын? Қуыршағының алдында өзін кінәлі сезінген Айдана оған не деп жұбату айтарын білмей мүдіріп қалды. Баламды табуға көмектесесің бе? Деп үміт күте сөйледі Қуыршақ сол сәтте. Айдана басын изеді. Менің әкем мықты, ол сенің балаңды табады, деді сенімді түрде. Қуанып кеткен Қуыршақ суды шолп еткізіп, әрі-бері жүзе бастады. 6 бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Достар, біздің телеграм каналға жазылуды ұмытпаңыздар.